Облыс орталығынан бастау алған адал жол атты сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон Шиелі ауданында жалғасын тапты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнаманың қабылданғанына 20 жылдығына орай өткізілген шарадан тілші бейнематериалы. Акция аясында қоғамның дертіне айналған сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылды. Ауыл әкімдері, мектеп директорлары, дербес бөлім басшыларының қатысуымен арнайы семинар өткізілді. Басқосуда жемқорлықпен күресудің тетіктері талқыланды. Жалпы өткен жылы облыста сыбайлас сипатындағы 121 қылмыс тіркелсе, соның 10-ы Шиеліде орын алған. Елімізде жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күрес жалғаса беретінін және соңғы 3 жыл ішінде жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың басшыларын қоса алғанда жемқорлық қылмыстары үшін 2,5-мыңнан астам адам сотталғанын, жемқорлық қылмыстардан 17 миллиард теңге көлемінде кетірілген залал өтелгенін атап өтті. Дертті дендетпес үшін ауданда түсіндірме жұмыстары тұрақты жүргізіліп келеді. Халық көбіне тұрмыстық жағдайды түзеу мақсатында жұмысқа орналасуға, ем алу секілді қызметтерге ақы ұсынады екен. Негізінде пара берген және алған адамдарды жазаланатын қаперде ұстау қажет. Негізіне келген кезде біздің қазіргі Нұр Отан партиясының көшпелі қабылдаулар әр бастауыш ұйымдарда болып жатыр. Соның бірі кеше аудандық ауруханада болды. Енді жалпы келген кезде барлық енді елге қай мекеме болмасын өзінің бір проблемасы болады ғой. Сол кездері сол проблемаларды халықпен етене бір жыл сөзбен сөйлеп шешіп жерсе де, мысалға соның өзі бір үлкен шаршап келген, ренжіп келген адамға жыл сөздің өзі үлкен себеп береді. Мысалға ауырып келген адам бір жақсы доктор қабылдап жерсе, егер жоқ қабылдамаймын, ондай нем жоқ десе, ол кезде ол ауырған адам мұнан сайын ауырып реніші үлкен болады. Марафон аясында ауданда автошеру ұйымдастырылды. Адал жол деп ұрандатқан 20 көлік орталық көшелермен жүріп өтті. Мұндағы мақсат тұрғындарды адалдыққа шақыру, жемқорлыққа жол бермеуге үндеу. Шара аясында өнерпаздар концерттік бағдарлама ұсынды, жастар флешмоб биледі. Негізгі мақсат қоғамды сыбайластыққа қарсы бірлесе күресуге шақыру. Алдымызда барлықтарымызда мәңгілік ел күтіп тұр. Сондықтан елде сыбайлас жемқорлықты жойып, оның алдын алып, оны болдырмау, таза адал ұрпақты қалыптастыру ол сіздер мен біздердің міндетіміз әрі парызымыз. Шиеліктер акция аясында өткізілген шаралардан фотоальбом жасап, эстафета туын Жаңақорған ауданына табыстады. Осылайша 20 жылдыққа 20 автокөлік Жаңақорғанға жол тартты. Тажмұрат Әлжанов, Бауыржан Қожамұрат, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.